Сәлем бәріңізге. Бүгін біз сырники пісіреміз. Сырники ол творогтан жасалған кекс сияқты өте дәмді, таңғы асқа шаймен ішкен өте пайдалы деп ойлаймын. Бізге керек творог, ұн, жұмыртқа, қант и бір чайный сода. Где-то 10 минуттай уақыт алады пісіру, жалпы 10-15 минуттай уақыт алады. Өте дәмді. Бәрін қазір араластырамыз. Творогқа ұн қосамыз. Ұн где-то 5 қасықтай ұн қосамыз. Ondan кейін жұмыртқа, жұмыртқадан кейін қант, қанттан кейін сода, обычная чайная сода. Енді осының бәрін дұрыстап тұрып араластырамыз. Енді осында сковородкаға кішкене май құйып, тағы да құйсаң болады кішкене май. И сырниктарды саламыз. Басында сәл отты қаттырақ қоямыз да, сковородкаға кішкене қызғанша. И бір жағы қызарып бастамағанша кішкене от қатты неде тұрады температурада. И кішкенеден кейін тағы да қызарып бастаса, қодарамыз күйіп кетпеу керек. Болды, сырники пісті. Мына осындай қызыл түсте сырники болып шығады. Тарелкаға саламыз. Осындай дәмді сырниктер шығады. Сырниктарды қаймақпен, вареньемен жесе өте керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнап жатса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Рахмет қарағандарыңызға.